Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Ағылшынша сөйлеп үйрен сабақтары желісінің бүгін 6-шы сабағы. Дайын болсаңыздар, кеттік. Өткен сабақта біз сіздермен introduction өткен болатынбыз, яғни өзіңді таныстыру жайлы. Көбінесе сіздер шетелге барған кезде ресепшнге хабарласу керек болса, свет жоқ, немесе комната суық деген сияқты, сонымен қатар бір номерді бронировать ететін болсаңыз, міндетті түрде өзіңіздің атыңызды айтасыз, мысалы my name is Madina деп. Одан кейін көбінесе сізге осы сұрақты қою мүмкін. How do you spell that? How do you spell that? Міндетті түрде менімен бірге қайталаңыз. How do you spell that? How do you spell that? Әріптеп айтып шыға аласың ба? Яғни, мысалы біздегі қанағат, айгерім деген есімдер оларда жоқ қой, сол үшін олар оның қалай жазылатынын білмеуі мүмкін. Сол үшін бізге айтады, әріптеп айтып шыға аласың ба деп. Мысалы, сіздің атыңызды дұрыс жазу мақсатында сіз өзіңіздің атыңызды әріптеп айтып шығасыз. M A D I N A Мадина. Негізі мені көбінесе шетелде Мадайна деп айтады, себебі I деген әріп оларда I деп оқылады ғой. А бізде қазақ тілінде Мадина, оларда Мадайна деп айтуы мүмкін. Сондықтан кішкене осындай өзгерістер болуы да мүмкін. Дегенмен, сіздер өздеріңіздің аттарыңызды әріптеп дұрыс айта алуларыңыз қажет. Ол үшін алфавитті бір қайталайық. Негізі менің оған арнайы түсірген видеом бар. Егер сіздер оны көрмеген болсаңыздар, әріптерді бір естеріңізге түсіріп шығыңыздар, Өздеріңіз шатасатын, онша дұрыс айта алмайтын әріптер болса, міндетті түрде бірге қайталап отырыңыздар, себебі келесі тапсырмалар дәл осыған қатысты болады. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ал енді дәл осы есімдерді сіздермен әріптеп айтып шығайықшы. Мысалы, Асем A S E M. Дәл солай сіз алуан айтыңыз. A L U A. Ал енді алмаз. A L M A S. Енді оңайы сәкен. S A K E N. Ал енді Нұралы. N U R A L Y. Осы Нұралы сөзінде сіздер көп қателесетін әріптер болуы мүмкін. Екінші әріп U, R деп айтпаймыз, R. Как будто R деп айтып атқан сияқтысыз, бірақ R-ны кішкене жұтып айтасыз. R, R. A және ең соңында кездесетін Y. Бұны U деп айтып жүрмеңіздер, себебі шатаса да адам Y. Меніңше кішкене қателесемін деген әріптердің реті осындай. Біріншісі A, екіншісі I, үшінші U, төртінші Y,
H және W. Оны Ш деп айтып жүрмеңіздер. Көп жерлерде дұрыс оқымайды. Бізде W. Келесі өзімізді таныстырған кезде міндетті түрде жасымызды айтамыз, иә? Қаншадасың деп айту үшін біз How old are you? How old are you? How old are you? Сен қаншадасың? Және кішкентай бала айтып жатыр. I'm one. I'm one. Мен бірдемін. I'm деген байқасаңыздар дәл өткен сабақтағыдай қысқарып тұр. Yeah? I'm one. Сонымен сен қаншадасың? How old are you? Жасыңызды айту үшін I'm және санын айтасыз. Yeah? Great. Молодцы. Кеттік дальше. Ал енді, достар, ағылшын тілінде сөйлеу үшін міндетті түрде ағылшын тілі нәсілді адамның сөйлегенін тыңдау керек. Қазір сіздерде тыңдалым болады. Woman, яғни бір әйел, және кадір деген екі адамның сөйлескені туралы диалог. Байқасаңыздар, ең үстінде Are you from? Do you spell? Old are you? Your name деген 4 тіркес тұр. Бұл 4 тіркесті де біз сіздермен өттік. Енді осы тыңдалым арқылы 4 сөз тіркесін қажетті орындарға қойып шығыңыздар. Міндетті түрде жақсылап тыңдаңыздар. Қай сөздің қалай оқылатынына жете мән берулеріңізді сұраймын. Кеттік. Hello, welcome to Europa Language School. Thank you. What's your name? Kadir Demir. How do you spell that? K-A-D-I-R. Kadir. D-E-M-I-R. Demir. Thank you. Where are you from? I'm from Turkey. And how old are you, Kadir? I'm 18. Great, thank you. You're in room 53. Thanks. See you later. Егер үлгермей қалсаңыз, кішкене алдына қарай жылжытып, тағы бір тыңдап шығыңыздар. Я? Ал енді бірге оқиық. Hello. Welcome to Europa Language School. Сәлем. Европалық тілдер мектебіне қош келдің. Welcome to Europe Language School. Europe, Европа, language, тіл, school, мектеп. Яғни европалық тіл мектебі. Yeah? Thank you. Рахмет. What's your name? Kadir Demir. How do you spell that? Сен әріптеп айта аласың ба? Қалай әріптеп айта аласың деді. K-A-D-I-R. Kadir. D-E-M-I-R. Demir. Дәл өзіңіздің аты жөніңізді де міндетті түрде естіп әріптеп айтып шығыңыз, иә? Кеттік дальше. Әйел айтты. Woman. Thank you. Рахмет. Where are you from? Рахмет. Сен қай жақтансың? I'm from Turkey. Мен Турцияданмын. And how old are you, Kadir? I am 18. I'm 18. Мен 18-демін. Егер сандар туралы біліміңіз болмаса, міндетті түрде осы ссылкадан өтіп, арнайы сандарға түсірілген видеоны көріп шықсаңыздар болады. Каде айтты, мен 18-демін. I'm 18. Және әйел адам, great, күшті. Thank you, рахмет. You are in room 53. Сен
You are, біз сіздермен өткенбіз, иә? In room, сен 53-ші бөлмедесің. Thanks, рахмет. See you later, увидимся позже. Келесі, көріскенше. Ал егер тыңдалым барысында осы 4 тіркесті орын-орнымен дұрыс қойып шықсаңыз, молодец. Сіз сабақты толық түсініп жатырсыз деген сөз. Ал егер белгілі бір сөздер тастап кеткен болсаңыз, міндетті түрде басынан бастап тыңдап, өзіңіз осы тіркестердің айтылуын тыңдап, орын-орнына дұрыстап қойып шығыңыздар, иә? Ал енді сіздермен сандарды бір қайталап кетейік, себебі сіз өзіңіздің жасыңызды айтқан кезде бүкіл санды білулеріңіз керек, иә? Жасыңызды айтқан кезде сізден сұрайды, қаншадасың? How old are you? Жасыңызды айту үшін I'm және санды айтасыз, иә? 1-ден 50-ге дейін қазір санайтын боламыз. Міндетті түрде аудиомен бірге әр санды айтып отырыңыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Описаниеда сандарға арнайы түсірілген видеомды көріп, бүкіл миллионға дейін санап үйрене аласыз. Ал әзірше осы. Бүгін сабақ өте ауқымды болды деп ойлаймын. Сандар туралы біліміңізді тұрақтандыру мақсатында осы 5 санды міндетті түрде ауызша айтып шығыңыз. Мысалы, 1996 дегенді айтқан кезде сіз 1996 деп айтсаңыз болады. Осы формат сіздерге ұнады ма? Дәл осылай ағылшын тілін нәсілдегі адамдарды тыңдап, ағылшын тілін үйрену дұрыс болып жатыр ма? Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Жаңа видеолардың барлығын қарап жүрсеңіздер деймін. Сіздермен болған миссис Мадина. Goodbye!